Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік, ауызда еритін шоколадты торттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқа салып, және де қант қосып, көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Көлемі 2-3 есе ұлғайғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майды саламыз, және де жақсылап миксерлейміз. Енді сүтімізге шоколад салып, микроволновкада немесе газда ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін шамамен 1 минуттай суытып, жұмыртқалы массамызға жайлап қоса отырып миксерлейміз. Егер шоколадты суытпай ыстық күйінде қосатын болсаңыздар, жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Енді құрғақ қоспаларды қосамыз: ұн, какао және де разрыхлитель, және де жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Ұн жан-жаққа шашырамас үшін алдымен миксерді жай жылдамдықтан бастап жоғары жылдамдыққа көтереміз. Осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес масса шығуы қажет. Енді пергамент қағазының үстіне шеңбер сызып дайындап аламыз. Оны теріс аударып, қамырымызды құямыз. Менде астында дастарханның дайын шеңбері болғаннан кейін мен сызған жоқпын, ал сіздер сызып дайындап алсаңыздар болады. Одан кейін сол қамырымызды шеңбердің бойымен біркелкі тегіс етіп жағып шығамыз. Енді формамызға жайлап орналастырып, қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Менде осындай 8 корж шықты. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырды жақсылап езілгенше миксерлейміз. Одан кейін оның үстіне қант және де сливки қосып, тағы да қою массаға айналғанға дейін миксерлеп аламыз. Қанттың майда болғаны жақсы, сол кезде кремде жақсы ериді. Немесе сіздер қант ұнтағын пайдалансаңыздар да болады. Қатты көп миксерлеуге болмайды. Енді миксеріңіздің жылдамдығына қарай консистенциясын байқайсыздар. Көп миксерлейтін болсаңыздар, бұл крем іріп кетеді. Крем тым қатты қою емес, яғни плотный емес, осындай нәзік болып шығуы қажет. Енді осындай кондитерлік мешокқа насадкамызды салып, негізі насадка міндетті емес, осының ішіне кремімізді құйып дайындап аламыз. Енді торт жасайтын ыдысымыздың үстіне кальциямызды қоямыз, одан кейін кішкене ғана крем қоямыз. Бұл торт жылжып кетпес үшін қажет. Енді тортымызды жинаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдыра кремімізді жағып шығамыз. Сол кезде тортымыз теп-тегіс болып шығады. Лопаткамен тегістеп жағып жіберсеңіздер де болады. Енді қалған корждың бәрін тура осылай жинап шығамыз. Ең соңғы коржға келгенде коржымызды теріс қаратып қоямыз. Сол кезде торттың беті тегіс болып шығады. Енді бетіне кремді жұқалап жағып шығып, шамамен жарты сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Енді кальциямызды жайлап босатып аламыз. Одан кейін бағанағы қалған креммен шетін және де бетін тегістеп шығамыз. Менде тортты тегістейтін шпатель болмағандықтан осылай лопаткамен тегістеп шықтым. Ал сіздерде болса, міндетті түрде пайдаланыңыздар. Сол кезде торттарыңыз теп-тегіс, ровно болып шығады. Енді торттың бетін сәндеу үшін шоколадқа сұйық май қосып, жақсылап ерітіп аламыз, және де осындай кондитерлік мешокқа құйып, жан-жағын сәндеп шығамыз. Немесе кондитерлік мешок жоқ болса, жай ғана қасықпен құя берулеріңізге болады. Ары қарай сәндеу өз қалауларыңызда. Мен құлпынай қойып сәндедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, шайларыңыз тәтті болсын.